Мен өскенде дәрігер боламын, адамдарды емдеймін. Әлде заңгер боламын ба? Мүмкін дизайнер боламын. Әлде бағдарламашы боламын. Мен Юрий Алексеевич Гагарин атындағы мектеп-лицейінің информатика пәнінің мұғалімі Балтабай Ақыркем Мұратқызы. Мен таңдаған бір ғана мамандық еді. Бірақ уақыт өте түсіндім. Мұғалімнің жүрегінде қаншама мамандық өмір сүреді екен. Мұғалім тек пән үйретуші емес. Мұғалім сенім беруші, бағыт көрсетуші, болашақ қалыптастырушы. Информатика пәнін таңдауым заман талабына жауап беру. Қазіргі цифрлық дәуірде білім мен технология табыстың кілті. Менің жаңа идеяларым цифрлық ресурстарды тиімді пайдалану, оқушылардың шығармашылығын ашу. Мұғалім тек білім беруші ғана емес, ол ұлттың рухани сәулетшісі. Болашақтың іргетасын қалайтын, уақытпен жарыса жүріп, санамен сырласатын тұлға. Қоғамдағы әрбір мамандықтың бастауы, әрбір жетістіктің түп тамыры ұстаздың адал еңбегінде жатыр. Бір кезде қазақ қоғамында қыз баланың білім алуы міндет емес, тіпті ерсі көрінетін. Бірақ 1879 жылы Ыбырай Алтынсарин қыздар мектебін ашып, тарихта жаңа жол бастады. Сол жолмен батыл қыздар жүрді. Назира Құлжанова, Алма Оразбаева. Олар тек ұстаз болмады, өзгерістің бастауы болды. Мен педагогиканы кездейсоқ таңдаған жоқпын. Мен бұл жолды жауапкершілігі ауыр, бірақ жүрекке жақын жол болғандықтан таңдадым. Педагог болу жай ғана сабақ беру емес, баланың болашағына бағыт беру. Ұстаз уақыттың тамырын басқан тұлға. Ол кешегі мен бүгінгінің арасын жалғап, ертеңге бағыт сілтейді. Мен ұстазбын. Бұл менің саналы таңдаған жолым. Және бұл менің миссиям. Ұстаз болу мамандық емес. Бұл болашақты тәрбиелеу. Бір кезде қазақ қызына мектеп табалдырығын аттау батылдық еді. Біз сол батылдықтың жалғасымыз.